Баршаңызға қайырлы күн. Осындай өте дәмді бауырсақ дайындайтын боламыз. Ол үшін жылы сүт, су, жұмыртқа, қант, тұз, дрожжиді және сұйық майды қосып араластырып аламыз. Үстінен ұнды аз-аздан салып, жұмсақ қамыр илейміз және бетін жауып, көтерілгенше жылы жерге орап қоямыз 2 сағатқа дейін. Қамырымыз осылай 2 есе көтерілген екен, алып бөліктерге бөлеміз. Шелпектер, бауырсақтар жасай берсеңіз болады бұл рецептпен. Қалыңдығын орташа етіп жайып алып, кесіп аламыз. Шелпектерімізді жайып алып, қызып тұрған отта 2 бетін қызартып пісіріп аламыз. Бауырсақтарымыз осымен дайын. Ас болсын. Сіздермен болған Мадина.